Қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен 5-ші сынып 7-ші бөлім 1-2 сабақты өтеміз. Бұл сабақтағы 1-2 алғашқы тапсырмаларды өздеріңіз сыныпта орындайсыздар деген ойдамын. Сіздермен бірге 3-ші тапсырманы бірге орындайық. 3-ші тапсырма суреттегі жол белгілерінің қалай аталатынын анықта. Оларды төмендегі кестеге бөліп жаз. Тапсырманың орындалуы төменде. Балалар, оқулықта қате кеткен мына жердегі дәмді деген сөз негізгі сын есім емес, туынды сын есім. Өйткені түбірі дәм зат есім, сын есім тұтушы жұрнақ. Оқулықта қате кеткен. 8-ші тапсырма мәтіннен сын есімдерді тауып, оларға сұрақ қой. Мен сіздерге қосымша сын есімнің түрлеріне байланысты ақпарат бердім. Тоғызыншы тапсырма төмендегі сөйлемдерді оқып, жағдаяттарды анықта. Сол жерде болуы тиіс жол белгілерінің суретін сал, немесе не істеу керегін айт. Жауабыңда сын есімдерді қолдан. Келесі 10-шы тапсырма көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойып жаз, жазғаныңды оқы, қате кеткен болса түзет. Және 12-ші тапсырма дереккөздерден жолға, жол ережелеріне қатысты құрамында сын есімдер бар жұмбақтарды, мақал мәтелдерді тауып жаз. Төменде жауабы.